осы отбасы құрған кезінде жалпы мынау құндылықтарға да қатты көңіл бөлу керек. Ол отбасы құндылықтары, отбасыдағы дұрыс қарым-қатынас, ата-аналарға мейіріммен, қамқормен қарау, айналадағы ағайын туысқандармен де әрдайым байланыста болып, мүмкіндігінше көмек көрсету, қол ұшын созу, әрдайым хабарласып кері байланыста болу, және үйіндегі отбасы құрған кезінде бір-бірімен үлкен міндеттер қою, бірге даму, бірге жоспарлар құру, бірге үлкен өмірге қадам басу дегендей сондай бір ортақ міндеттер қою керек деп білем. Жалпы енді және бұл жерде айтатын мәселе, мен мысалы үшін 5 балам болған кезінде әр 5 баламыздың да психологиялық тұрғысынан да әртүрлі. Біз махаббат жалына түсіп, отбасы құрған кезінде дүниеге келген алғашқы ұлымыз қазір 17-ден асты. Ол кішкене сондай бір қиялдау, ақ көңіл, адамдармен байланысқа тез түседі. Сондай бір тез барлығы сол баланы іздейді, әрбір ортаға жеңіл түседі, жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл енді сол кездегі жұбайым екеуміздің сезімдерімізге толы уақыттағы туылған бала сондай болады. Одан кейін 2 жыл тастағаннан кейін екінші ұлымыз дүниеге келген кезінде ол жерде отбасы құрып алғашқы бала дүниеге келгеннен кейін ақырындап жинақы бола бастадық. Қаражаттарымызды есептей бастадық. Кейбір жерлерде қысқарта бастадық. Әрбір нәрсені есеппен жүргізе бастадық. Өзімізде жинақы бола бастадық. Сондықтан екінші ұл да сондай болып өсіп отыр қазір. Бір жинақы мінезі, тік мінезі, артық сөз жоқ. Сондай бір пысықтығы бар. Сондықтан бұл да сол кезеңде дүниеге келген бала, сол сезімдердің арқасында келген бала сол әсер етеді екен. Үшінші ұлымыз кішкене бұзықтау. Ол еркіндеу, еркелеу. Бұл да енді екінші бала дүниеге келгеннен кейін біз енді кішкене жинақыланып, енді қалай болады екен деп бір мақсаттар қойып, өзімізді еркін сезініп, сондай тұстағы дүниеге келген бала ұл бала болды. Сондықтан бұл жерде отбасыдағы қарым-қатынас болашақ баланың болмысына қатты әсер етеді деп айтқым келіп тұр. Сондықтан мынау кейде баланың ашушаң, ызақор, сондай бір теріс дүниелерге қатты бейімдегіш болып кету себептері мүмкін сол ата-аналардың сол баланы дүниеге келтірер алдындағы қарым-қатынастың сондай болғаны шығар деп ойлаймын мен көп тұстарда.